Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай кешкі асқа тұшпара тағамын дайындайтын боламыз. Қамыры езілмейтін, жыртылмайтын, өте дәмді болып шығатын тұшпара тағамын дайындаймыз. Ол үшін алдыменен електен өткізілген 1 килограмм ұнымыздың үстіне 2 жұмыртқамызды, 2 ас қасық майымызды және 385 миллиграмм қайнап суытылған суымызға 1 ас қасық тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып, суымызды құйып қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қайнатқан кезде езілмейтін, жыртылмайтын, сондай әдемі қамыр болып шығады. Осылай суымызды құйып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап басын біріктіре отырып қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз бастапқы кезде қатты нығыз болады. Оның үстіне ешқандай артық су құймаймыз. Дәл осы пропорция бойынша жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз бастапқы кезде қатты, басы бірікпейтін болады. Бірақ күш сала отырып 5 минут 10 минутқа дейін жақсылап қамырымыздың шет-шетін жинап, нығыздап, осындай қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болады, қатты болып қалды деп қорықпаңыздар. Бастапқыда қатты болғанымен кейін жұмсарып, қолға жабыспайтын әдемі қамыр болып шығады. Міне осылай ыңғайлы болу үшін осылай ыдыстан төгіп аламыз. Міне осылай жан-жақтарындағы ұндарының барлығын ауната отырып, күш салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне осылай қаттырақ басып, басын біріктіре отырып қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны таза салафанға салып, аузын байлап, 20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Осы уақыт аралығында енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 килограмм тартылған ет және 1 килограмм пияз қажет болады. Пиязымызды мен осындай блендердің көмегімен майдалап өткізіп алдым. Егер сіздерде блендер болмаса, кәдімгідей қолмен өте майда қылып турасаңыздар болады. Мен енді осылай барлығын майдалап блендерден өткізіп алдым. Сіздерде блендерден де немесе қолмен майдалап турасаңыздар болады. 1 килограмм тартылған етке міндетті түрде 1 килограмм пиязымызды салып, жақсылап осылай турап алатын боламыз. Міне мен барлық пияздарымды осылай турап алдым. Енді оны пиязымызды жақсылап қолымызбен сығып, суының барлығын осылай бөліп алатын боламыз. Өйткені біздің араластырғаннан кейін пиязымыздың суы қамырымызға шығып, қамырымыздың асты жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін осылай пиязымыздың суының барлығын осылай сығып алатын боламыз. Енді оның үстіне дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап пиязымыз бен етімізді араластырамыз. Егер бұдан басқа да қосатын дәмдеуіштеріңіз болса, қоссаңыздар болады. Мен енді қара бұрыш қана қостым. Осылай жақсылап салмасын араластырып аламыз.
Міне біздің етіміз дайын болды. Енді жаңағы қамырымызды жаятын боламыз. Менде қамыр 3 суала қамыр шықты. Егер үлкен екеу қылып жайсаңыздар да болады, үлкенде қылып. Мен енді осылай 3-ке бөліп алдым. Теңдей 3-ке бөліп алып, кәдімгі еттің қамыры сияқты дөңгелек етіп жайып шығамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді 5 литрлік баклажканың осындай қақпағымен барлық қамырларымызды осылай дөңгелек пішінге келтіріп бөліп шықтым. Егер басқа да формаларыңыз болса, басқа да формамен бөліп шықсаңыздар болады. Міне осылай барлығын бөліп шықтым. Енді оны бетін жауып қоямыз. Қаясып қалмас үшін осылай сүлгіменен жауып қойып, шетінен алып түйетін боламыз. Қазір сіздерге түйеуін көрсететін боламын. Енді әркім әрқалай түйеді түшпәрәні. Мен енді осылай түйетін боламын. Қазір сіздерге көрсетемін. Осылай етімізді салып, екі ұшынан бастап айландырып жабыстырып, екі ұшын бірге біріктіретін боламыз. Тағы бір мәрте көрсететін боламын. Етімізді салып, көріп тұрғандарыңыздай, екі жағынан бекітіп, екі ұшын бір-біріне әкеп жабыстыратын боламыз. Сонда бізде осындай тұшпаралар шығатын болады. Қалауларыңыз бойынша қалай түйсеңіздер де өз еріктеріңізде. Мен енді барлығын осылай түйіп шықтым. Міне барлығын осылай түйіп шыққаннан кейін, енді оны біз морозильникке салып қатырып алсақ болады. Мен енді кешкі ауызашарға дайындайтын болғандықтан барлығын осылай түйіп морозильникке қатырып алдым. Енді оны қазір салафанға салып кешкі уақытқа, ауыз ашатын уақытқа пісіретін боламын. Міне осылай морозильникке қатырып алғаннан кейін салафанға барлығын салып, қайтадан тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Енді тұшпараларымызды пісіретін боламыз. Мен қалған артық тұшпараларымды қатырып морозильникке салып қойдым. Қалған бөлігін қазір пісіретін боламыз. Алдын ала қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, тұшпараларымыздың барлығын салып, 10 минут көлемінде қайнатып пісіріп алатын боламыз. Егер тұшпараның сорпасын басқалай
картошка етпен қуырып кәдімгі сорпа етіп жасап үстіне тұшпараны салып қайнатып алсаңыздар да болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қалай дайындай аласыздар, солай дайындасаңыздар болады сорпасын. Мен енді олай жасаған жоқпын, осылай суды қайнатып үстіне салып алдым. Біздің отбасымызда осылай құры суға қайнатып алғанды ұнатады. Енді мен біріншісін осылай сорпасымен құйып көрсетемін. Екіншісінде кәдімгідей барлық қамырын сүзіп алып көрсететін боламын. Міне сонымен барлық тұшпараларымызды пісіріп алдық. Біздің кешкі асымыз дайын болды. Сіздерге де кеңес беремін. Дәл осылай мен ұсынған пропорциямен жасасаңыздар, сіздердің де қамырларыңыз осылай езілмей, жыртылмай әдемі болып шығатын болады. Видеоны тоқтатпай соңына дейін қараңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.